Армысыздар, ардақты ағайын, құрметті кітап сүйер қауым. Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында 2020 жылғы оқитын өлке акциясында белгілі ақын, көсемсөз шебері, аудармашы, журналист Мейірхан Ағдәулетұлының шығармалары таңдалған болатын. Ендеше ақын шығармашылығына арналған кітап көрмесінің библиографиялық шолуына қош келдіңіздер. Мейірхан Ағдәулетұлының алғашқы өлеңдерінің бірі Гүл жусанда: мен жусанға інімін шеңгел болып кектенем, көкпек жаққан көнейдің көжесімен көктеген деген өлең жолдарында ол қайрауықтың ащы күйіндей мұңмен қатар тұтас бір ұлттың образдық бейнесін сыйғызып жіберген. Ақын Мейірхан Ағдәулетұлының поэзиясында жан дүниеңді тебірететін ұлттық болмысқа жақын тұрған жырлар аз емес. Мейірхан Ағдәулетұлының қаламынан туған Бастау, Шырақ ғұмыр, Жалғыз досым жүрегім атты алғашқы жыр жинақтары да өлең сүйер қауымның жүрегіне жетіп, зердесін жаулаған дүниелер. Бекер-бекер тістенгем, текті армандар іштөлген, өлер болдым өңімде көріп жүрген түстерден, сансыратып санаға сұқты сымой темір біз, Абылайдың түсіндей кетті сақтап кейінгіз. Мейірхан Ағдәулетұлының Алматыда ғылым баспасынан 1996 жылы шыққан Дәруішнама атты жинағында жарияланған Күдік атты өлеңінде бүгінгі күннің ащы шындығы жатырған сияқты. Мейірхан Ағдәулетұлы қиянатқа төзе алмайтын адал ақын, сондықтан ол Дәруіштің күйінде күй кешеді. Дәруіш ғой, дәрмек жоқ, құтылармын дегенем, өзімді алдай алмадым, өлді ішімде көп өлең, ажалдыға жан тәтті, сен ұсынған кермектен, қорқыт жаным қорынып, қорқа қашып мен кеткем. Алматыда 2006 жылы жазушы баспасынан шыққан бейуақыттағы мінәжат атты жинағында қазіргі қазақ өлеңінде мейлінше жаңа өз жолы, өз мектебі бар терең толғамды көрнекті ақынның көсегелі өлеңдерімен Қос үрейлер поэмасы енген. Ақынның жындыханада өтіп жатқан өмірді өз поэзиясына арқау қылған. Шын мәнісінде ақын өз поэмасында жындылардан емес сау адамдардың ессіз тірлігінен сескенеді. Мен даяймын оларды аяғанымен жоғамал, көре-көре көңілім көз тоздырған орамал, қорқынышты демесең сықпытымен сияғы, жаны науқас бұл топтың шымынға жоқ зияны деп толғанады. Ал Ақтөбе газетінің 2010 жылғы 13 мамырғы күнгі санындағы Мен Тәңірдің зор қатесі шығармын атты сұхбатта ақын сонымен Тәңірдің қатесі кім деген сауалға таяқ жейтіндер, жаны сыздауды ұмыта қоймағандар деп жауап қатады. Мейірхан ақынның Ақтөбеде 2007 жылы шыққан Жел өтіндегі тағдыр атты жинағында соңғы 10 жыл ішінде баспасөзде жарық көрген мақалалары мен эсселерінің сұхбаттарының таңдаулы үлгілері енгізілген. Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға ұсынған әдебиеттерді Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының өлкетану бөлімінің қорынан алуларыңызға болады. Сонымен қатар Ақтөбе құтты мекен, Ырғыз энциклопедиясы, Жәдігер кітаптарынан Мейірхан ақын туралы мәліметтерді көріп білуіңізге болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.